Сәлем сұлу қыздар, егерде беттеріңізде қара дақ, сепкіл болып сіздерді мазалап жүрген болса, олардың кетіру жолын мүлде таппай жүрген болсаңыз, мен сіздерге керемет маска дайындап қойдым. Видеоның соңына дейін қараңыздар, сіздерге пайдалы маска болады. Корея халқының қыздарының бет күтімінің тағы бір құпиясы бұл көк шай маскасы. Көк шайды білесіздер, өте пайдалы шай. Оны күнделікті тұтынуға болады. Сіздердің беттеріңізді нәрлендіреді, ылғалдандырады және жасартады. Қазір сіздерге осы масканың дайындалу жолын көрсетемін. Өте оңай, көк шай және айран керек болады. Көк шайды осылай үгітіп аламыз. Егер блендер болса, блендердің көмегімен үгітіп аласыздар, осылай майдалап аласыздар. Және оның үстіне бір ас қасық толтырмай сұйық айранды қолдансаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Және кішкене айран құямыз. Өте қою болмау керек, қыздар. Не қараңыздар, қыздар, өте керемет маска дайын болды. 1-2 минут осылай жақсылап араластыру керек. Жақсылап араласқаннан кейін жуылған таза бетімізге жағамыз және 30 минут ұстаймыз бетімізде. Бұны кез келген жастағы қыздарға пайдалануға болады. Аналарыңызға, қыздарыңызға жасасаңыздар болады. Ешқандай аллергия бермейді, күнделікті пайдалануға болады. Тек күн сәулесінен қорғап, міндетті түрде кешқұрым пайдаланамыз. 30 минут ұстаймыз бетімізде. 30 минуттан кейін жуып, өздеріңіздің кез келген кремдеріңізді қолдана берсеңіздер болады. Бұл маска сіздерге беттеріңізді нәрлендіріп, дақтарыңызды кетіріп, жасартып, жылтыратады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге ұнаса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.